Ой, шешең, деп арақ сасыған аузынан ақ ит кіріп, көк ит шығып, жерде домалаған Жәнібек, кімде екені белгісіз, түгін қалдырмай, жеті тасын сыпырып боқтап жатыр. Құдды мамық төсегінде жатқандай, жатысы жаман емес. Топырақ үстінде, азанда ғана жұмысына сықайып киіп кеткен костюм шалбарымен аунап, әбден шаңға малынып жатыр. Жәнібектің бұл тірлігіне бұл көше тұрғындарының еті үйренген. Әуелі көрші Сақып ата айғайлап шығады. «Ей, Жәнібек! Жәнібек! Неғып жатсың шалжиып далада? Ұялсаңшы. Өткен кеткен балалар көрсе ұят емес пе? Бар үйіңе барып жат. Арақ әкеңнен қалған ас па? Ей, Жәнібек! Менің есігім алдына құлайтын не әдет осы сенікі? Сәл жүрсең өз үйіңе жетесің ғой? Тұр деймін. Қазір өрістен келетін ешкілер үркіп кірмей қашып кетеді. Мынауың құлағы бітелгенше ішкен бе?» деп қолына ұстаған таяғымен аяғынан нұқып жібереді. Аяғы ауырсынып бір сілкіп жібереді де Жәнібек қайтадан ұйықтайды. Ата үмітін үзіп үйіне кеткесін, біздің үйдің егесі, яғни әкем мені шақырады. «Бар, көрші келінге айтшы, күйеуін кіргізіп алсын» деп. Мен ол кезде жасым 10-да. Аяғыма сабаққа киетін топлемімді киіп аламын. Құммен ойнап, үсті басым шаң екені, бетімдегі айғыз сатпақтар, кеше өрілген шашымның қобырап кеткені маңызды емес. Маңыздысы, анам сатып әкеп берген қызыл топлемімді киіп бәріне көрсетіп мақтану. Сөйтіп көршінің үйіне бардым. Шарбағында қабаған иті бос жүреді, содан қорқып, үйінің биік терезесін қағуға қолым жетпей, үйден алып шығатын темір сызғышыммен терезесін ұрдым. Үйінен бойы теректей ұзын, добалдай денелі, қара торы, шарадай басындағы дудыраған шашына жасыл орамалды іле салған Маржан жеңше шықты. Көрші келіндердің бәрін жеңше дейтінмін. Мені көре сала, «Тағы араққа сылқиып жатыр ма?» деп айтпастан түсініп, Сақып атаның үй жағына асыға басып кетті. Үстіндегі тозған халатын, кең пішілген денесі жыртып жіберердей тарылып қалған. Мен екеуін салыстырып қарап ойлаймын. Жәнібек аға ішпесе әп-әдемі, оқыған, сауатты. Жеңшемді қалай әйел етті екен? Екеуі де бір-бірін жақсы көрмейтін сияқты көрінеді. Себебі бірге жүрген кездерін көрмеппін. Жерде шалжиып жатқан күйеуін қолынан тартып көтерді де, қарсыласқанына қарамай, қолын өз иығына салып, үйіне сүйрей жөнелді. Келбетті, бойшаң деген Жәнібектің өзі Маржанның иығына басы әзер жетіп, Маржан бұны екі орап кетердей пошымымен аяңдай басып, үйіне қарай кетті. Анам күрсініп, тағдыр адамды аясын ба?» деді. Мен ол кезде бұл сөздердің мәнін түсінбесем де, Жәнібек ағаны да, Маржан жеңшені де іштей аяп кеттім. Мен 9-шы сынып тамамдағанша күнара осы көрініске көршілер куә болып келді. Бір күні үйде шай басында анам мен жеңгемнің әңгімесін құлағым шалып қалды. Жеңгем Маржан киім-кешегін алып кетіп қапты. Анам: «Ой, байғұс қайтсын. 7 жыл бойы көргені, мас күйеуі, жөндеймін деп қолынан келмегесін кеткенді. Я бала да сүймеді. Ортақ балалар болғанда қояр ма еді?» Жеңгем: «Жәнібек осы уақыт бойы Маржанмен бір төсекте ұйықтамаған екен. Алдындары сырын айтып Маржан маған келіп жылаған. Ауыл іші де осыны әңгіме еткен екен». Анам: «Тоба, онысы қиын болған екен. Жәнібек сүйгенін ұмыталмаған ғой. Соған адал боп қалам деген шығар. Іші өкініштен өртеніп, соны басам деп шет ол байғұс. Арақ ішіп оңған ешкімді көрмедім. Қаладағы Кенжелдің қолындағы Аманжол мен Гүлзада қайтадан келетін шығар Жәнібектің қасына. Оңаша тұрсын деп кетіп еді олар да. Болмаған екен ғой», деді. Мен Жәнібек ағаның өкініші не екен деп ойлап, күндіз-түні есімнен шықпайтын болды. Ақыры түсіме кіретін болды. Мені көріп: «Сарғыз, бой жетіп қапсың?» деп күледі. «Жәнібек» деген дауыс естілді. Жәнібек артына қарап еді. Үстінде ұзын ақ көйлегі бар. Аққұба өңді бір сұлу артқа қарап тұр екен.
Басын бері бұрып қарады. Көзінен жасы ағып жерге құйылып жатыр екен. Арқасынан қып-қызыл қан ағып, ақ киімі домалақ қызыл қан боп тұр. Ұзын бұрымы жерге түсіп, кетейін десе, Жәнібек аяғымен басып тұр екен. Ол жібер дейді. Жәнібек басқан аяғын көтермейді. Ағаның қамыққан жүзін көріп, мен шыдамай, екі қолынан ұстадым да, өзіме қарай бар күшпен тартып жатырмын. Ол қозғалар емес. Қатты күрсініп, мен оянып кеттім. Осы түсті бұдан кейін жиі көретін болдым. Содан бір күні үйде жеңгемнен батыл жинап сұрадым. Жеңше, Жәнібек ағаның өкініші бар деп еді ғой мама. Сол не өкініші екен, білесіз бе? Маржан жеңшемен сырлас құрып едіңіз ғой. Айтқан шығар деп бірдеңе естігім кеп үміттендім. Жеңгем ойланып есіне әлдене түсіргендей болып әңгімесін бастады. Мен келін боп түскен жылы Жәнібек те оқуын бітіре салып үйленді. Өзімен бірге оқыған Жанар деген сұлулығын сипаттауға сөз жетпейтін, хор қызындай үлбіреген мамықтай аппақ, көздері қарақаттай, үзілейін деп тұрған сүйріктей аруға Жәнібек өлердей ғашық екен. Жанар тізесіне түскен бұрымын сілкіп тастап, талайдың жүрегіне жара салған қыз болса да, Жәнібекті ессіз сүйіп қалыпты. Мұртын Сәкен Сейфуллинге ұқсайсың, менің сәкенімсің деп алдырмайды екен. Олардың махаббатына осы ауыл түгел куә болдық. Сен ол кезде баласың, есіңде жоқ шығар. Жәнібек үйленді деп осы ауылдың барлық ғашық қыздары жылаған дейді ағаң, деп жымиып жеңгем күлді. Маған сенің ағаңнан басқа ешкім керек болмағасын, сол Жәнібектің түріне де қарамаппын. Мен әрі қарай не болды деп жеңгемнің аузына аңтарылып қарадым. Жеңгем әңгімесін әрі қарай сабақтады. Сөйтіп екеуі үйленіп бақытты ғұмыр кешті. Екеуі де мектепке жұмысқа тұрды. Махаббаттарын әңгіме қылып, арасына от салушылар да болды. Бірақ екеуі ештеңеге мән бермей жүре берді. Жанардың шашын Жәнібек күнде өзі тарап, өріп береді екен деген де өсек шықты. Сөйтіп үйленгендеріне 5 ай өткен соң Жанардың жиі ауыратынын байқадым. Жүзі жабырқаулы, толықсыған денесі азып, көңілі түсіп жүрді. Жәнібек те бұрынғыдай жарқылдамайды. Екеуі ұрсып қалды дейін десем, кешкілік серуенге қостасып шығады. Емханаға да қатынайтын болды. Сәби сүйгісі кеп жүрген шығар, емделіп жүрген болар деп ойладық. Өздері ештеңе демегесін, біз де үндемедік. Гүлзада апа үйге келсе, келіні Жанарды тек мақтайтын, елпілдеп тұрады деп. Ауырып жүр деп айтты, бірақ нақты ештеңені ашып айтпады. Солай күн өткен сайын Жанар сола берді. Ұзын құлақтан естігенім арқасына кішкентай жара шығыпты. Оған мән бермеген, ол бара-бара үлкен жараға айналған екен. Жараның ортасында көз қарап тұрғандай болады екен. Арқасымен жата алмай, шалқалап жатуды аңсаған Жанар дертіне дауа іздеп, жақпаған, ішпеген дәрісі, салмаған уколы қалмапты. Дәрігерден ем таппай, күдер үзгесін тәуіптерді жағалады. Шымкентке барғанда бір емші айтыпты. Қатты көз тиген, кешіктіңдер. 1 ай ерте келгенде ұзын бұрымын кесіп, дертінен айықтыру мүмкін еді депті. Бұны естігесін, тірліктен безінген Жанар ас ішпестен тұрмай жатып қалды. Бас аяғы ауырғанына 6 ай толғанда осы жарасы іріңдеп өмірден өте берді. Қолына келіншегін көтеріп алып еңіреген Жәнібекті көргенде ер адамдардың өзінің жүрегі қарс айрылды. Бұдан кейін Жәнібек ішімдікке қалай әуес болғанын білмей қалды. Қарт әке-шешесі қой деп жылап та түсіндіріп те айтты. Бірақ ерегіскендей әдейілеп ішетін болды. Ешкіммен қосылып ішпейді, бір өзі ішеді екен. Менмін деген сері Жәнібек солай әйел өлген соң 1 жыл ішінде тоз-тозы шықты.
Марқұм Жанардың жылында Жанардың әке-шешесі келген екен. Аманжол аға құдасын айтыпты: сіздермен Құдай қосқан байланысты үзгіміз келмейді, құда боп қалайық. Жанардан кейінгі қызыңды бер деп қолқа салыпты. Шошып кеткен құдасы: анарым енді оқу бітірген перизатым, оны сұрауыңның жөні жоқ. Құда болып араласқың келсе, үлкен қызым Маржанды алыңдар депті. Маржан ол кезде жасы 31-ге келген. Сырт пошымының ебедейсіздігінен, толықтығынан ыңғайсызданып, ешкіммен сөйлеспей үйде отырып қалған қыз екен. Жоқ деуге Аманжол баталмай, айтылған сөз, атылған оқ деп бір ауыз қарсы келмей Маржанды келін етеді. Жәнібек те түзелер деген ойлары қате болып, әке-шеше оңаша отын түтетсін, жарасып кетер деп Тараздағы кенже ұлының қолына кетеді. Олар кеткенмен Жәнібек Маржанға көз қырында салмады. Дайындаған тамағын ішті, жуған киімін киді, салған төсегіне ұйықтады. Маржан күйеу балам деп алғашында ыңғайсызданатын. Уақыт өте күнде көргені сол болғасын ба, ұната бастады, жақсы көрді, шынайы сүйді. Жәнібек үшін барлығын жасады. Отбасы болып орнығып кетсек деп тіледі. Бір бөлмеде жатқанмен бөлек төсекте ұйықтайтын Жәнібек Маржанға әйел ретінде қарамады. Әйел заты болғасын қанша дегенмен күйеудің махаббатын аңсайды ғой. Ыстық құшағында жатсам деп тілейді. Бір күні мас боп келген пайдаланып қасына жатпақ боп ыңғайлана беріп еді. Жәнібек өңкейген сиырдай болмай кет деп айғайлап жіберді. Сонша қорланған Маржанның қайғылы көз жасын тек жастығы білді. Үнсіз өзіне сіңіріп ала берді. Мені бұл сиқыммен кім алады басқа? Осында жүре берейін деп бір ойлайды. Мен осында өз еркімсіз жіберген әкем кінәлі деп әкесін де кейде кінәлайды. Солай Маржан үйтірлігін жайғап, өріске мал айдайтын болды. Сол малын өріске айдап жүріп, көрші ауылдың ажырасқан еркегімен танысады. Ол да малын айдап әкеп қосып жібереді екен. Жасы 50-дегі кісі әлі өзін кәрі санамайды. Маржан маржандатып жүріп, жылы сөзбен жүрегіне жол тапты. Маржан күйеуінен таппаған жылулықты сол еркектен тапты. Әйелім бол, бақытсыз екенің көзіңнен көрініп тұр. Сені алақанда әлпештеймін деп, өрісте айдалада құшақтап сүйіп, естен тандырып, Маржанның қыздығын алған екен. 5 жыл үйленіп, әлі күйеуімен қосылмай жүргеніне таң қалып, сол қойшы екен ауылға Маржан мен Жәнібек бірге жатпайды деп өсек таратқан. Маржанның ойы мен жүрегі енді қойшы кісіге ауды. Қайта-қайта мал баққыш болып кетті. Үйде айна алдында ұзақ отырып, боянып сыланады. Малды өріске жаюға апару үшін боянудың керегі не? Өзгерісті Жәнібек те байқады, бірақ ештеңе демеді. Себебі кінәлі өзі екенін біледі. Тұрғанда екеу, жатқанда төртеуміз деген сөздің мағынасын енді ұққандай. Екеу бір бөлмеде жатқанмен ойларында басқа екі адам. Жәнібек марқұм Жанарын сағынады, Маржан қойшы жігітін сағынады. Осылай жүріспен Маржан 7 жыл Жәнібектің құжат жүзіндегі әйелі болып, өмірі бос кеткенін, жасы 40-қа таяғанын ұғып, кеттім деп бір ауыз сөз айтып, төркініне тайып тұрады. Қойшы кісі сонда барып Маржанның қолын сұрап, жоралғыларын жасап, өзіне жар етпекші екен. Қайткенде де мен Маржан үшін қуаныштымын деді. Мен де Маржан жеңге үшін қуандым, бірақ Жәнібек ағаны ойлап, қайтадан көңілім түсті. Ертесіне ерте тұрып алдым да терезеден қарап, ағаның жұмысқа барар сәтін күтіп тұрдым. Есігі ашылып сыртқа шыққанда, мен де сөмкемді білегіме іле салып атып шықтым. Ол алда сәл ұзап кеткен екен. Ізінен қуып жетем деп, жүгіріп келе жатып, аяғым сымға ілініп, гүрс етіп құладым.
Ай деген даусыма жалт қараған Жәнібек жетіп келді де отыра қалды. Маған қарап жымиып, сары қыз, сенбісің? Бой жетіп қапсың ғой, деп дәл түсімде көргендей қайталады. Тіземдегі тастарды қағып қолымнан демеп тұрғызды. Абайлап жүрсеңші деді. Мен үндемей ізінен ілестім. Қай сыныптасың? Деді. 9 бітіремін. Ой, жарайсың. Мен бұйырса 10 мен 11 сыныпқа келгеніңде сабақ берем, деп еді. Мен жұлып алғандай. Мен 10 мен 11 сыныпты оқымаймын. 9-дан соң музыкалық колледжге түсемін дедім. Ән айтатын өнерің бар екенін білмеппін. Сенің әніңді тыңдау керек болды ғой, деді. Мен айтуға дайынмын, дедім де тұра қалып, әуелете жөнелдім. Ағайым аузан қиып қарап қапты. Ән біткенін енді ұғып, браво, деп қолын шапалақтады. Сенің әніңді жиі тыңдағым келетін болды, деді. Мен болсам, оның сәл болсын күлгеніне қуанып кеттім. Сол түні түсіме тағы кірді. Бұл жолы да дәл солай марқұм Жанардың бұрымын басып алған. Ол болса, әрі қарай кетейін деп кете алмай тұр. Мен ағайымның екі қолынан тартып жатырмын. Бір кезде екі қолымды ашып, оны құшақтап алдым да, өзіме тартып кеп жібергенде, ол да маған қарай жылжыды. Жанар да бұрымын сырғытып, әрі қарай кете берді. Осы түстен кейін мен Жанардың кеткенін жақсылыққа жорып, өзім Жәнібектің жүрегін жібітемін деп шештім. Түсім тегін емес деп ойладым. Қалай да болса, жиі жолығудың амалдарын іздей бастадым. Я, мен 16-да, ол 31 деді. Бірақ мен үшін ол маңызды болмады. 9-шы сыныпты аяқтайтын кезім еді. Мемлекеттік емтиханға дайындыққа барып жүрдім. Түскі үзіліс кезінде ағайымды іздеп физика кабинетінде отырғанын көрдім. Қағазға бірдеңе жазып отыр. Есікті қағып, имене басып ішке кірдім. Демалыс болғасын, сабақ киімін емес, джинсы шалбар, сәнді кофта, біздаға баса ножкамды киіп алғанмын. Сыртымнан қараса, ешкім оқушы демес. Ағайым да костюм шалбарын тастапты. Жеңіл жарасымды көйлегінің мойын жақтары ағытылған, қара көк шалбармен әдемі жарасып тұр. Мұрты ағайдың фишкасы дерсің. Мұртсыз елестету қиын енді. Мені көрді де орнынан тұрып, «Оу, сарғыз, қалайсың? Кел», деді. Мен сәлем беріп, алдыңғы партаға жайғастым. «Емтихан қалай болып жатыр? Қиын болып жүрген жоқ па? Айтып қой», деді. Менің жағдайыма ойымдағанына іштей қуанып, оны бірақ сыртқа білдірмедім. «Барлығы да тамаша», дедім. «Сізді жаңа көріп, Сәкен Сейфуллинге ұқсаттым. Сырбаз қалпыңыз, мұңлы жанарыңыз бәрі құйып қойғандай. Қайта туылған Сәкен емессіз бе?» дедім. Ол қарқылдап күліп жіберді. Мен де сылқылдап күліп қойдым. «Бұрында Сәкенге ұқсатушы еді мені. Есіме түсіріп жібердің ғой», деп еді. «Өткенді еске алып мұңайып кеттіңіз ғой. Егер жаныңызға ауыр болатын болса, өткенді ойлаудың қажеті қанша? Қалған өмірді неге бақытты етіп өмір сүрмеске?» дедім. «Өзің ақылды бопсың, балақай», дегенде мен дереу, «Мен балақай емеспін», бой жеттім. «Сіз маған ұнайсыз», деп ренжідім де. Алдына үйден алып шыққан, жеңгем пісірген блины, тәтті бәліштерін қойып, «Түстеніп алыңыз», деп кетіп қалдым. Есікті тарс жабуды да ұмытпадым. Менің өтпелі кезеңім болар, бірақ сол сәтте мен өзімді ересек адамша сезініп, сезімімді білдірудің еш сөкеттігін көрмедім. Артынша іс-әрекетіме ұялып, енді оны көргім келмей, қашқақтап 2 күн бойына тығылып жүрдім. Емтихан біте салып, үйге қарай зытып бара жатсам, мектеп жанындағы дүкеннен Жәнібек ағай шықты да, «Қалайсың, сарғыз?» деп күліп келе жатыр. «Саламатсыз ба?»
деп үндемей алға түсіп басып бара жатыр ем. Не болды? Бірге қайтайық та, көршіміз ғой, деді. Мен тоқтап, жетіп алуын күттім. Қолындағы сусынның біреуін маған берді. Шөлдеп қалыппын, сіміріп салдым. Балмұздақ жейсің бе? Деді. Мен жоқ деп бұртиып келе жатырмын. Ол маған өзінше ақылын айтып келеді. Сарғыз, сен менің көз алдымда өскенсің. Мен сендей жасымда сен туылды деп үйіңде той жасаған. Әлі баласың, жассың. Ертең студент боласың. Өзің қатарлас құрбыларыңмен танысып, солармен жүресің. Арасында әрине жүрегің қалаған жанды жолықтыруың мүмкін. Ал қазір сендегі алып ұшпа сезім. Мен де қарындасымдай көрген саған қалай опасыздық жасау мүмкін? Менің жағдайым айтпасам да, осы ауылға бесенеден белгілі. Тағдырдың сынағын тартқан жанмын, деді. Мен ойланып, ойымды жинақтадым. Сізді күнде түсімде көремін, әр көрген сайын. Сіздің жаныңызға жұбаныш боп, бәрін ұмыттырып, жаңа өмір бастауға себепші өзім сияқты сезінемін, дедім. Ол менің қолымнан ұстады да көзіме қарап. Оқуға түсесің, жаңа ортамен араласасың. 2 жыл күтейік. Егер 2 жылдан соң да маған дәл осылай десең, маған деген сезімің сол кезде де дәл бүгінгідей болса, онда мен саған қолымды созуға дайынмын, деді. Бұл сөз маған қанат берді. Күлімсіреп, бетінен шөлп еткізіп сүйіп алдым да, сау болыңыз, деп жүгіріп басып, үйге кіріп кеттім. Аман-есен емтихандарымды аяқтап, үздік куәлік иегері атандым. Құжаттарымды музыкалық колледжге апарып тапсырып, оқуға түстім. Қазір студентпін. Жасым 18-ге толды. Жәнібекпен арадағы бөгет сияқты көрінетін осы 18-ге толмауым. Ол бөгет те жойылды. 2 жыл бойы қанша жаңа ортамен таныстым, сезім білдірушілер де болды. Бәріне мойын бұрмадым, себебі олар әлі кішкентай бала сияқты қылықтар жасайтын. Бойынан ағайым сияқты байсалдылық, кербездік көрмедім. Жәнібек ағайыммен WhatsApp арқылы дос ретінде хабар алысып тұрдым. Сезімім күшеймесе, азайған емес. Статусына қойған суреттеріне қарап, тамсанумен келдім. Енді өзін 100-500 көру қалды. Асығып, қысқы демалыста ауылға келе жатырмын. Пойыздың терезесінен даланың әсем табиғатына қарап келемін. Әппақ қар басқан айнала сондай ғажап. Осы қар үстінде махаббатыммен ойнасам, жаңа жылды бірге қарсы алсам, жаңа өмір бастасақ деген арман жетегіне еріп, ауылға да жетіппін. Беймезгіл уақытта түсетін болғасын, әке-шешеме, ағама, алаңдамаңдар, таксимен жетемін деген болатынмын. Пойыздан түссем, қара пальтосын киіп, ағайым тұр. Мен қолымдағы сөмкені тастай сала, ашып тұрған құшағына еніп кеттім. Ол мені көтеріп алды да шыр айналдырды. Мен аспанға қарап, бақыттан басым айналған күйде болдым. Үйдегілер екеуміздің қарым-қатынасты білді, қарсы болды. Мен қарсы болғандарына қарамай, қалаға кетіп қалып, үйге қайтпай жүрдім. Мерекелерде қымбат сыйлығымен гүлін алып, Жәнібек келіп жүрді. Екеуміз қыдырып, тәтті естеліктер жинадық. Оның еш уайымсыз, бақытты жүзін көру маған рахат сыйлайтын. Осындай бір келгенде үйленуге ұсыныс жасап, жүзік сыйлады. Мен үйдегілердің қарсы екенін айтып едім. Келісім бергенде тағарсың, деді. Артынша жеңгем хабарласып, Жәнібектің үйге келіп, әке-шешемнің алдынан өткенін, келісімін алып, сені өле-өлгенше бақытты ететінін айтты, деді. Қазір біз тойға дайындалып жатырмыз. Жәнібек үйленгесін, Таразда тұрамыз, деді. Мен бақыттымын. Махаббат жасқа
қарамайды.